Бүгін сәуірдің 10-ы и бізде қазір педагогка. Бүгін біз сабақ өтеміз, әр педагог. Міне кеше осылай жасадық біз. Бұл Жанеке, бұл Сания. Тапсырмам жоқ? Аздар. Біздің заттарымыз. Сабақтың соңында біз сертификат береміз. Бұл сенікі, Тапсырма. анау аяғымдікі. Таласып жатыр. Кімдікі екен? Мынаның үстіне не қойып қойғансыңдар енді? Соны айтам. Не қойып қойғансың? Жынерке. Сенің қастырған аяу? Маған берді кешады. Ачы. Сен қандай тапсырма жасап? Менде мынандай карталар сәйкестендіру. Кішігірім түсіндіру жұмысын жасап жүрейін. Бізде әр четверг күні педагогика болады. Осылай топқа бөлініп біз әр четверг сайын бір топ бір тақырыпқа деген ашық сабақ сияқты өтеді. Мына жерде мен түсіндіріп жатырмын. Жаңа жұптық жұмысты жасай отырып атсалысу қажет. Оқыту әдістеріне түсіндірме дағдылар дамыту, талдау және синтезді. Бізде қазір орыс тілі сабағы. Мен өзіме фюси и потом синапоны алдым. Қазір біз орыс тілден неше 3 пара болады. Потом тарих и потом бітті. Ну, вообще 3 орыс тілі болады. И сосын бір тарих болады, и басында педагогика болады, вообще 5 пара болады. Бүгін Астанада күн жылы. Күнде таңертең ерте тұрып, таңғасымды ішемін деймін, ұмытып кете беремін. Все-таки университетте бірақ жеймін. Солай біз орыс тілден өзіміздің проекттерімізді қорғадық осылай. Кейінгі сабақ. Барлық не болады спикинг адамсам. Комбинированный ма? Қамшан жанам сіз айтшы. Қорғауға шықтық. Жаңағы жастарды Украина, Ресей сынды қалалардан, елдерден жастарды осы Теміртауға жұмысқа жіберді. Яғни Теміртауға жұмысқа жіберді. Жарыстарда тұрған болатын, және де ауыр еңбек жағдайы болған еді. Тамақтың Кім тапқан? Сосын общежитияға келіп, тез-тез уборканы бастап кеттім. Әр четверг сайын бізде генеральный уборка болу керек. Менің кезегім келді. Яғни біз кәдімгідей осылайша барлығын жуып тазалауымыз керек. Кәдімгі белизна қосып ағартып дегенде барлығын от үйді тазалаймыз. Тіптен холодильниктің ішін жуып алыңдар дейді. Морозильникті жаңағы мұзды ерітіңдер ма дейді. Мына жерде уже мен тамағым сасып кеткен, көріп тұрсыздар. Мен общагада вообще көп тамақ ішпеймін да, и придется оны барлығын лақтыруға. Солай бәрін лақтырып, ішін барлығын жуып тазаладым. Айтпақшы, бізде комнатада 4 қыз тұратындықтан апта сайын бір аптадан сонда бір айда бір рет қана жинаймын. Яғни бір айда бір рет қана жинаймыз мәзбіз. Солай барлығын сыпырып, сүртіп дегенде етіп. И интересный факт, бізде әрқайсымызда жеке кухня ваннамыз бар. Далаға серуендеуге шыққанымызда самокатты 1 сағат алып алғанымызда и далада жүрмін. Күшті анау бір өзен қасында. Стоматологқа бардым и осында бердім. Аяқ астын алды. Өтедеу, конечно. Бізде жалпы практика аяқталып жатқандықтан бізге күнделік толтыруға берілген болатын, и соның барлығын толтырып бастайын деп шештім. Яғни енуда бірінші курста егер 2 шет тілі мамандығына түсетін болсаңыздар, осындай күнделік толтыруларыңыз қажет. Практикаға біз қаңтардың 13-нен апрельдің 19-на дейін бардық. Солай толтырасыңдар. Келесі күні таза демалдым, қыдырдым. Осы күні кешкі 7-ден бастап түнгі 12-ге дейін қыдырдық, яғни осындай аттракциондарға отырдым. И және бұдан бөлек тағы да осындай қиын қорқынышты аттракционға отырдым, бірақ қатты қорқынышты емес екен. Енді осылайша күшті жерлер болды. Потом самокат айдауға кеттік, ана жет деген бар ғой. Соған отырдық ағам екеуміз, и солай күшті күн өткіздік. Жалпы демалыс өткізіп жүріңдер. Суббота. Мен қазір кітапханаға баратын заттардың бәрін салып алдым. И
қазір дос бір подругам келеді, Жансая деген. Сонымен бірге отырамыз кітапханада. Үйдің қасында прям. Кітапханаға келдім. Детский бөлімінде отырмын, осылай тыныш қана. Мынау менің заттарым, міне. Мына жерде зарядка бар екен, сондықтан мында отырдым. И міне өте керемет. Қазір мен достар ағамның үйіндемін. Үй қатты қарным ашып кетіп, тура біздің үйіміздің қасымызда топ-потни сатып алдым. Я корейский магазин бар екен, кәдімгідей сол жерде де қайнатып пісіріп тамақ жеп алуға болады екен. Бірақ мен үйде жемеймін, конечно, я сояқта отырмайтын. И соны алдым. Енді қазір жейміз. Міне осындай. Нан жасау үшін микроволновка керек екен, бірақ менде микроволновка жоқ. Сондықтан мен қазір ыдысқа пісіретін шығармын. Осындай несі бар. Ішіндегі нелермен анау соустар бар, и несі бар. Әрине де вилкасы бар екен. И мынандай натақтар деген мынандай сок алдым. 840 қой ема. Или маған қымбат сатып ма білмеймін. Короче, осыны алып қазір ыдысқа жасаймын. Сөйтіп мен сковородқа осындай мөлшерде су құйдым. И жидек деген қойдым. Барлық специяларды қостым. Енді осы примерно 5 минуттай ма қайнау керек. И вот жейміз. Араластырып тұрып. Міне дайын болды. Иісі де прям түрі де өте дәмді шикарный болып тұр. Қайта өзінің ыдысына құйып алдым, енді не істеймін. И қазір дегустация болады. Бастаймыз. Енді жаңа ғана алып мынаның ішіне салғандықтан кішкене ыстығырақ болып тұрады. Ашысын көп салып жүрмін. Аштым. Бірақ дәмі обычный макаронның дәмі, просто осындай специялармен кішкене қатты қысылмайсың нәрсеге. Обычный. И жаңа қосамын. Пока. Бүгін практиканың соңғы күні біз мынандай мінез демеймізді апарып тексердік, қол қойдырдық. Осындай біздің пирамида жақта 98 сантиметр. Күшті видео жазған негізі ше. Да. Бірақ мен сонда да келемін среда күні. Чтоб қол қойдырып үшін. И печать керек та, директордың барлығымыздікін өткізу керек.